Hello, my dear friends. How are you doing? Today, with me, English with Ahmaral channel. Today, we are going to talk about comparative and superlative. Бүгін, сәлем достар, мен бүгін каналымда керемет comparative and superlative екі керемет тақырып болғалы тұр. Өте керемет, сондықтан кетпеңіз, міндетті түрде қоңырау белгісін басыңыз, тіркеліңіз, және де лайк басыңыз. Себебі мен сізге құнды сабақты тегін беріп жатырмын, я? Ақша емес, лайк сұраймын, окей? Okay, let's start. So, comparative and superlative ол не? Comparative ағылшын тіліндегі compare деген сөзден шыққан. Compare екі затты бір-бірімен салыстырамыз. Мына шөп ұзынырақ, мына шөп қысқарақ деген сияқты, да? Менің бойым ұзынырақ, сен байсың, байрақсың деген сияқты, сен жақсарақсың. Яғни екі затты немесе екі адамды бір-біріне compare салыстырған кезде біз comparative-ті қолданамыз. Немесе comparative adjectives. Adjectives бұл сын есім, яғни мен оша байрақ, күштірек, қысқарырақ, толығырақ деген сияқты соларды енді ағылшынша айтуды үйреміз, окей? Next, superlative, Superlative от слова super деген сөзден шыққан, яғни суперский, ең күшті, ең керемет, ең бай, ең үлкен, ең әдемі деген заттарды айтқан кезде осы superlative-ті қолданасыз, окей? Енді қалай қолданамыз? Егер де менің айтып тұрған сын есім сөзім бір немесе екі буыннан тұратын болса, for example, tall, big, good, small, short, да? Осындай easy, happy, noisy, near, яғни осындай бірақ немесе екі буыннан тұратын болса, онда біз оған салыстырмалды er, superlative-да yes деген жұрнақты жолғаймыз. For example, short, қысқа. Мен егерде қысқарақ деп айтқан кезде shorter, superlative-да shortest. Немесе міндетті түрде ағылшын тілінде the shortest деп айтады. Оны менің артикль сабағымнан қараңыз. Яғни the shortest аударылады ең қысқасы. Менің әлемімде ең қысқа нәрсе болатын болса, мен оны the shortest деп айтамын, окей? Келесі big, үлкен, үлкенірек big, ең үлкені the biggest. Енді сұрақ, не үшін мұнда екі G тұр? Не үшін? Енді мен бір G-ді алып тастап, тек қана бір G-мен ғана айтатын болсам, сөзім by G деп оқиды. By G. Яғни сөз өзгеріп кетті, я? So, біз сөзімізді өзгертпеуіміз керекпіз, сондықтан double G бар, екі G бар. For example, bigger and the biggest. The biggest. Ең үлкені деген мағынамыз. Next word is easy. Easy, оңай деген. Easy екі буынды easy, да? Егер де менің сөзім, сын есім сөзінің соңында y әрпі тұратын болса, ол I әрпіне өзгеріп кетеді. Мысалы, easy оңайырақ болады easier, оңайырақ деген сөз. Ең оңайы болады the easiest, ең оңай деген сөз. Next word is happy бұл бақытты деген сөз. Бақыттырақ деп айтатын болсам happier, ең бақыттысы болады the happiest, ең бақыттысы деген сөз. Яғни ең бақытты менмін, тағы басқа да неше түрлі сөйлем құрастыра беруге болады. Next word is near бұл жақын. Егер де мен жақынырақ деп айтатын болсам, болады, қараңыз, nearer жақынырақ, ең жақыны the nearest, ең жақыны деген сөз. Енді мен сізге осындай бір-екі буыннан тұратын үш сын есімді беремін. Соны өзіңіз comparative және superlative екі формада істеп көріңізші. Бірінші сөз tall, бойы ұзын. Келесі сөзіміз бұл cheap, арзан, cheap. Және үшінші сөзіміз rich, бай. Яғни байырақ, ең байы деген сияқты міндетті түрде осы видеоның астына комментарияға қалдырыңыз. Мен оны міндетті түрде тексеремін, окей? Deal, келістік қой. Next, келесі. Ал егерде менің сөзім екі буын немесе одан да көп болсашы, онда не болады? For example, beautiful, terrible, expensive, difficult, different, да, осылай кете береді. Яғни, мұндай сөздерден алдына мен comparative-ті more, көбірек,
Ал superlative the most, ең деген мағынаны білдіреді, ең күштісі. Мысалға, beautiful, әдемі, әдемірек деп айтатын болсақ, more beautiful, ең әдемісі, the most beautiful, okay? Ең әдемісі деген сөз. Next, expensive, қымбатырақ, more expensive, superlative, the most expensive, көбі бұны most деп қойды, дұрыс емес, the most expensive. Next word is terrible, өте нашар, өте жаман деген сөз. Өте жаманырақ, нашаррақ болады, more terrible, ал superlative-та the most terrible. Давайте мен сізге 2-3 болсында болынан тұратын, одан да көп немесе да, мен сізге 3 күрделі сын есім берем, сіз соны more немесе the most қолданып айтыңыз. First word is difficult, қиын. Second word is tired, шаршаттым, tired. Енді tiredқа не үшін ER жалғамаймыз, себебі tired деген сізге уже иди жалғау жалғанып тұр, оған тағы ER жалғамаймыз. Сондықтан болады more tired. Онан сайын одан да көп неседім, шаршаңқырақ сезініп тұрмын. The most tired, ең шаршаңқыда, қатты шаршадым деген мағынаны білдіреді. Ой, өзім айтып тастадым ғой. Давай кеттік жаңадан. Difficult, boring, ішпыстырарлық, және де үшінші сөз dangerous, қауіпті. Осыған міндетті түрде қалдырыңыз, окей? Енді тағы бір сіздерге бонус ақпарат, ең керемет, 5 бұрыс сын есім туралы айтамын. Бұны сіз міндетті түрде жаттап алуыңыз керексіз, себебі олар өте жиі кездеседі, окей? First word is good, жақсы, жақсырақ, better, яғни бұрыс сын есім, сондықтан бұл өзгеріп кетеді. Яғни ешқандай ER неме yes, good, жақсы, better, жақсырақ, ең жақсы, the best. Мысалы, бұл айтамыз ғой, менің ең күшті досым, my best friend, мен ең жақсы досым деген сөз. Next word is bad, жаман, жаманырақ болады worst, ең жаманы, the worst, ең жаманы деген сөз. Next word is little, кішкентай, немесе аз деген мағынаны білдіреді. Азырақ, кішірек болады, least, кешірім сұраймын, less, яғни азырақ, кішірек деген сөз. Ең кішісі болады the least, ең азы, ең күштісі деген, немесе the least кем дегенде деген мағынасы бар, иә? Келесі сөз far бұл алыс, алысырақ болады, further, менімен бірге қайталаңыздар, further, алысырақ. Ең алысы болады the furthest, ең алысы деген мағынаны білдіреді. Және де соңғы сөз бұл old аударылады қысқа, кәрі және ескі деген мағынаны білдіреді. Енді ескірек немесе кәрірек деп айтатын болсақ, екі нұсқада older және де elder. Okay? Elder бұл адамның жасына қатысты айтады, яғни ол менен үлкенірек, немесе ол менен үлкенірек, he is older than me болады. Ол менің үлкен ағам десе, he is my elder brother болады. Okay? Elder sister, elder brother деген сияқты кете береді. Next, ең кәрісі, ең еңгісі болады the oldest, the eldest. Okay? Түсінікті ғой да? Осы 5 бұрыс сын есімді міндетті түрде жаттап аламыз. Және де осы видеоның астына сіз не түсіндіңіз, және де мен сізге 2 тапсырма бердім, соларды міндетті түрде жазып, маған қалдырыңыз, мен сізге тексеремін. Және де сіздерге қайтадан фидбэк беретін боламын, окей? Кері байланыс беремін түрде. Thank you for watching. I really appreciate that you are with me. Сіз менімен бірге болғаныңыз үшін өте қатты ризамын. Thank you very much. Bye bye.